Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін әйгілі медовик, қазақша айтқанда балды торт дайындайтын боламыз. Бұл торт жұмсақ, нәзіктігі соншалық ауызда еріп кетеді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріп, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бал, май және қантты салып, барлығын отқа қоямыз. Осы ингредиенттердің барлығы біркелкі болып біріккенге дейін отта ұстаймыз. Орташа отқа қойып, барлығын араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Масса күйіп кетпеуі қажет. Нәтижесінде бізде осындай сұйық масса шықты. Енді отты басып, үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Ас содасын қосқаннан кейін массамыз көпіріп, ағарып, көлемі ұлғаяды. Осы медовик тортына табиғи балды қосуға кеңес беремін, сонда барлық қуырдар үлпілдек болып көтеріліп, массамыз жақсы ағарады. Соданы қосқаннан кейін массаны жай отта араластырып тұрып 2-3 минут ұстау қажет. Кейін ол осындай түске енгеннен кейін оттан түсіре беруге болады. Балды массаның консистенциясы суығаннан кейін карамельге ұқсас келеді. Суытып алғаннан кейін осында 2 жұмыртқаны бір-бірден жарып араластырып отырамыз. Егер де балды масса қатты ыстық болып тұрса, онда оны 1-2 минут шамасында суытып алып, кейін ғана жұмыртқаларды енгізіңіздер. Ұнға келетін болсақ, ұнды бөліктерге бөліп, електен өткізіп қосқан жөн. Барлығымызда әртүрлі ұн болғандықтан, ұнның мөлшері әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шыққанда ұнды салуды доғарыңыздар. Менің арнамда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін дәл қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Массамыз ыдысқа жабыспай жинала бастаған кезде үстелге кішкене ұнды сеуіп, қамырды сонда аунатамыз. Ары қарай барлығын қолмен илеу қажет. Осы уақытта ұнды көп қосып жібермеу маңызды, сонда қуырдар жұмсақ болып шығатын болады. Енді қамырды бөліктерге бөле бастаймыз. Мен оны 13 бірдей бөлікке бөлдім. Ол үшін таразыны қолдандым. Енді сапалы пергамент қағазының үстіне ұнды сеуіп, қамырдың бір бөлігін жұқа етіп жаю керек. Қуырдардың санын өзіңіздің қалауыңызша өзгерте аласыз. Диаметрі 20-22 см болатын форманың көмегімен қамырды ойып алыңыздар. Мен қамырдың артылып қалған бөліктерін жинап, жаңадан жаямын. Енді көш біркелкі пісуі үшін қамырды шанышқымен шаншып шығамыз. Әр көшті 180 градуста қызып тұрған пеште 3-4 минуттай пісіреміз. Олар жұқа болғандықтан тез піседі. Пештен жаңа ғана шыққан көшдар жұмсақ болады, кейін олар бөлме температурасында тұрып қатаяды. Өзімнің тортыма мен қайнатпалы крем дайындаған болатынмын. Осы кремнің рецептін видеоның оң жақ бұрышына бекітіп қоятын боламын. Енді тортты жинай бастаймыз. Ол үшін ыдысқа кішкене кремді жағып, бірінші көшті қоямыз. Оның үстіне 2 немесе 3 ас қасық кремді салып, барлығын тегіс етіп жағып қою керек. Кремді біркелкі етіп жаққаннан кейін екінші көшті қойып барлығын қайталаймыз. Кондитерлік кальцо болған жағдайда соның ішіне жинауға да болады. Мен жұмсақ сары май мен қант ұнтағын ағарғанша бірге миксерлеп, оны торттың сыртына жұқа етіп жағып шықтым. Қамырдан қалған қиындыларды немесе печеньені блендермен немесе қолдың көмегімен езіп ұнтаққа айналдырамыз. Және оны торттың жан-жағына біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Тортты толықтай жинап болғаннан кейін оны тоңазытқышта кем дегенде 3-4 сағаттай ұстай тұрыңыздар. Сонда көштар кремді толықтай сіңіріп үлгереді және тортыңыз жұп-жұмсақ болады. Мен медовигімді кешке дайындап, оны азанда кескен болатынмын, яғни ол шамамен 8 сағаттай тұрды. Дайын болған балды тортымыз өте нәзік, дәмі тіл үйірерлік болып шығады. Сонымен қатар ол өте биік, сырт көзге әдемі көрінеді. Крем мен көштар жақсы үйлесіп, керемет дәм береді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен видеода көрсетілгендей дайындаңыздар, сіздерге ұнайтынына сенемін. Рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп,
Видеоға лайк басып қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, келесі видеоларда көріскенше.